Балуан Шолақ жайлы театрдан біз Жау жүректі көрдік. Ерлан Біләл ағалар ойнады, жаңағы Берік Айтжановтар. Жалпы енді мына кинода оны Ерболат ойнап отыр, Еркебұлан Дайыров ойнап отыр. Жалпы кинодағы образ бен театрдағы образдың айырмашылығы жайлы айта аласыз ба? Және бұл актерлар қаншалықты сіздің сеніміңізден шығалды? Театрдың мүмкіндігі шектеулі өнер, кинода шексіз өнер. Не істесеміз еркін. Және киноман театрдың айырмашылығы сол. Кинода бірнеше дубль жасай беруге болады. Театрда дубль жасай алмайсың, қалай ойнады, солай қабылданады тағын. Бұл пьесаның өзінің тарихы да ол баста Балуан Шолақ туралы пьеса жазып беріңіз деп маған Солтүстік Қазақстан театрының директоры марқұм Қасымов телефон соғып. Ол тіпті Омскіге бара жатқанымда премьерама қалада болмай қалған. Омбыға барып, ертең премьера дегенде машинемін артынан қуып жетіп, бұл қалай? Омбы театрында тұңғыш қазақтың пьесасының премьерасы болып жатыр. Біз авторды қалай жалғыз жібергенбіз? Намысы бар жігіт қой. Қалай біз жалғыз жібергенбіз? Артынан 2-3 адам неге еріп бармадық деп машинемен келіп, көріп, 2-3 күн бірге болып. Сол кезде маған тұңғыш айтып еді. Балуан Шолақ туралы бізге пьеса керек деп. Мен аттым, ала қаштым. Мен тарихи тақырыпқа барған адам емес едім. Бұны қалай жаза аламын? Тем более оның үстіне Сәбит Мұқановтың романы бар, Балуан Шолақ. Қайталап кетеміз ғой. Жоқ, қайталамайтындай бірдеңе жазып беріңізші. Сол 4-5 ай соңымнан қалмады. Тура ақшасын ұсынды. Маған ақшаны керек жоқ. Мен театрдан еш уақыт алдын ала ақша алып көрген адам емеспін. Пьесаның премьерасынан кейін ақша алып берумен адам. Әйтпесе ол болмайды. Ақшаны алып қоямын да асығам. Содан кейін асығып, сүгіс шала туған баладай бірдеңені берем да құтыла салам. Ол болмайды. Алдым өзім толық жазып болайын. Содан кейін пьесаны өздері қабылдайсыңдар ғой, мен сол кезде беріп жатарсыңдар деп. Сонымен 5-6 ай жүріп, ақырында менің тапқаным Сәбит Мұқановтың романын оқып шықтым ғой енді. Басқа документтердің бәрін оқып шықтым, керекті Балуан Шолақ туралы бізде көп емес қой қазақтар. Орыстарды сияқты емес әр жылдар, әр күндер жағылып қойған ешнәрсе жоқ қой бізде, бәрі шамалап. Сәбит Мұқановтың романын оқып шыққанда бір-ақ нәрсені ұстадым. Долгоносовтың уезд бастығының қызын алып қашатын бір кішкентай эпизод бар. Мен осыны ғана ұстап алып, осы арқылы бәрін сөйлетуге болады. Осы арқылы бәрін де сөйлеттік. Кинодың айырмашылықтар бұнда крупный план бар. Сондықтан актердің мүмкіндігі көп бұнда. Театрдың, режиссердің өзінің беретін тапсырмалары бар. Актердің өзінің фантазиясы бар. Бұнда еркіндік молдау. Сондықтан сценарийдің ұнамайтын жерін өздері импровизация мында алып кете береді. Оған автор ренжімеу керек. Кинода. Ал театрда әрине оның бәрі шектеу керек. Үйдің шеңберінен шыға алмайсың ғой. Дегенмен кім? Онда әсіресе мынау Ерлан Біләлдің ойыны Балуан Шолақ. Ол классикалық образ болды. Кинода қанша мүмкіндігі шексіз болса да, бұлардың уақыт жағынан шектеулі нәрселер бар. Предисторияларды түсіреді, қасқырды түсірді, үйтті, шананы түсірді. Содан кейін өздері түсірген жылы сонда жаңбыры болды тағын, Астананың ауа райы деген мен бір рет барып қайтып, азар-безерге әрең шыдап қайтқам, соның бәрін шыдап түсіріп шықты ғой. Енді бұнда әсіресе Балқаштың образы кинода жөнді ашылмай қалған. Кім ол бұл жерде? Күң ба? Жоқ, алып қашып кеп, үйге тастап кетті, саған қыз ба, әке-шешесіне айтады, мұнда қаршыдай қыз әкеп тастап қайда кетті. Спектакльде ол әйелі. Әйелі болатын. Екеуінің қызғанышы, үштік қызғаныш. Балқаш, Ғалия, Татьяна. Сондағы менің идеям жабайы деген халық, міне, бізді жабайы деп келді ғой. Сол жабайыға Татьяна ғашық болды. 16 жасар, 17 жасар қыздың ғашық болу деген көп нәрсенен қаптады. Ана жай ғана қыз емес, омбы семинариясында, учитель семинарияда оқып жүрген, начитанный, Тургеневтердің шығармаларын түгел жатқа білетін, Мюнхгаузенді жатқа білетін, ол кезде бір кітапты көп оқыды ғой. Сондай
білімді қыз ол. Екен Балқаштың образын кеңейту керек әлде де тағы айттым мүмкіндік. Олардың бәрі түсірілген, бірақ кесіліп тасталды. Мысалға осы жерде жаңа Ғалиянды айтуға болады да? Ғалияда бұл жерде ол екеуін Ғалия деген балуан шолақтың арманы. Өміріндегі ән арнаған арманы. Бірақ бұл кинода ашылмай қалды. Кинода бұны официантка болып қана қалды. Сондай бір түсініксіз образда Ал қалды. сценарийде екеуінің жолығатын жері Аққаяның түбінде. Ат ұстап тұрып. Енді Ғалияның мүмкіндігі шектеулі күйеуі бар. Жұрттың бәрі аңдып тұр. Балуанды жұрт бәрі таниды. Жаңа сізді көріп қалды. Сіз бұл жерде көп тұра беріңіз. Елдің берекесін аламыз. Деп ғашық болған махаббатын айтып үлгереді. Ол махаббаттан немен бітетінін екеуі де білмейді. Осы образды қайтып киноға әкелу үшін не істеу керек енді? Білмедім, енді бір түсіріліп қалған нәрсе екен айтып жатырмын енді. Осындарды көріңдерші. Және бір сөзді қосыңдар. Сүйінші балуан, бізді алған Оспанның қат келді, еркіндік берді, абақтан шығарды, анау дегенде әлі қуануға ерте, Ақылбай, бұл бірақ ауыл. Әлде қазақта талай ауыл жатыр деп. Сол сөз бар еді, соны алып тастағанда. Соны неге алып тастадыңдар енді? Кішкентай ғана сөз бар. Сол кезде балуан шолақтың үлкен мақсаты. Сол көрінер еді.